Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын булочканың рецебімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Дәл мен видеомдағыдай жасаңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ал кеттік. 1 стакан жылы суымызды аламыз. Оның үстіне құрғақ сүтімізді қосып, және араластырып, сосын құмшекерімізді қосамыз. Дәміне қарап қоса бересіздер. Біз тәттіні қалаған болғандықтан көптеу қостым. Сосын 3 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Мінекей 3 жұмыртқамызды қосып аламыз. Сосын дрожжымызды 1 ас қасық дрожж қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Құмшекерімізді ерігенше араластырамыз. Және сары майымызды ерітіп қосатын боламыз. 50 грамм сары майымызды ерітіп қосатын боламыз. Жақсылап құмшекері ерігенше араластырамыз. Және де електен өткен ұнымызды қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткен болуы қажет, өйткені булочкамыз көтерілмей қалады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді 20-30 минутқа жылы жерге жауып қойып қоямыз. Мінекей булочкамыз көтеріліп шықты. Енді осыны бөлшектерге бөліп жасайтын боламыз. Осылай қолдарыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды майлап алсаңыздар болады. Мінекей бөлшектерге бөліп, тағы 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, осылай жайып шығатын боламыз. Сопақша етіп жаятын боласыздар. Мінекей осылай сопақша етіп жаямыз. Және ішіне творог саласыздар ма, вареный сгущенка саласыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Мен вареный сгущенка салдым. Және жақсылап бекігенше жақсылап басатын боласыздар, өйткені сгущенкаларыңыз ағып кетуі мүмкін ыстыққа кірген соң. Осылай барлығын пышақтың көмегімен кесіп аласыздар. Сосын айландырып, осылай бетіне жабатын боласыздар. Өте оңай, сіздерді жасап көріңіздер. Біреуін көрсетіп жіберейін, түсінікті болу үшін. Мінекей осылай жасай беретін боласыздар. Сопақша етіп, жұқалау етіп жайып аламыз. Сосын вареный сгущенкамызды саламыз. Жақсылап қатты етіп бекітіп, пышақтың көмегімен осылай сызық жағылып кесіп шығатын боламыз. Мінекей. Сосын айландырып осылай жауып шығатын боламыз. Өте оңай, достар, сіздерде жасап көріңіздер. Мінекей барлығын жасап шықтық. Енді 1 жұмыртқаның сарысымен 1 столовый ложка сүтімізді араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Достар, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздерді жасап көріңіздер. Бетіне күнжіт немесе мак, өздеріңіздің қалауларыңызша сәнди бересіздер. Мінекей мен күнжітпен макты араластырып септім. 180 градуста пештеріңіздің қалай соған қарап пісіріп алатын боласыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.